jamendo.com. Қош келдіңіз. Есіміңіз кім? Есімім Нұргүл. Мені қайдан танисыз? Мына жерге мені іздеп келуіңізге не түрткі болды? Мен сізді Инстаграмнан танығанмын, Инстаграмнан тауып алғанмын. Оқып жүргеніме, қарап жүргеніме бір 3 жыл болды. 2017-тен бастап. Биыл уже 4 жылға қарап барып. Иә, сол Инстаграмнан барлық посттарыңызды оқып отырамын. Ютубтан постоянно сабақтарыңызды тыңдап отырамын. Өмірге ғашық жан марафоныңызға қатысқам, байлық магниті марафоныңызға қатысқам. Сол байлық магниті марафоныңызға қатысып, содан соң сізбен жеке кездеспесем болмайды екен деп шешімге келіп, алдыңызға келіп отырған жайым бар. Нәтиже бар ма алған біліміңізден? Жоқ, құры көру, энергияны көтеруден. Жоқ, нәтиже өте керемет десем болады. Өте жақсы нәтиже. Қуаныштымын. Қандай нәтижелер бар? Нәтижелер енді жолдасыммен ара қатынасымыз әлде қайда жақсарды. Балалардың тәрбиесінде де, мен өзі 6 баланың анасымын. Балалардың тәрбиесінде де кішкене кәдімгідей әсері бар. Өзімнің жеке өмірімде де, жеке басым. 6 баланың анасы, отбасының ұйытқысы, берекесі, қандай күшті. Шүкір. Қыздардың өзі дамығаны, оқысам да сені көрсем деген қуантарлық жағдай. Мен сізден алған күнделікті алып келген едім. Автограф қойып берсеңіз. До того сізді жақсы көргенім. Сізден шашудан түскен конфеттерді тәкілетіп қойғам. Конфеттерді тәкілетіп қойдыңыз ба? Күшлеп автограф қойып берсеңіз. Нұргүл ханым, осы күнделік сіздің дәулетіңізді арттырсын. Рахмет. Күшті, мына конфеттерді жапсырып қойғаныңыз керемет идея екен. Қалай ханым, сізге аз да болса көптей көріңіз. Сізде енді барлығы бар ғой. Сізді тәттімен шай ішсін деп тәтті алып келдім. Өміріңіз тәтті болып, барлық адамға тәтті қойып жүріңіз. Рахмет. Ризамын көңіліңізге, рахмет. Мен Құралай ханыммен жеке кеңестен шықтым. Алған әсерім өте керемет. Енді айтып сөзбен жеткізу өте қиын. Өте көп сұрақтармен келгенмін. Сұрақтарымның жауабын толықтай алдым деп есептеймін өзім. Өзімнің ішкі жан дүниеммен таныстым. Өзіммен таныстым десем болады. Өзімнің қандай қырларым бар екен, сырларым бар екенін білдім. Көптеген қыздарға осындай жерлерге келуге, Құралай ханым сияқты білікті мамандарға келуге кеңес беруші едім. Енді алған әсерім өте керемет. Келгенде қандай ауыр жүкпен келген болсам, шыққанда сондай керемет жеңілдікпенен, сондай бір керемет сезіммен шығудамын. Бізде ойлайды негізі қазақта тек қана психологқа жаңағы есі ауысып кеткен қыздар ғана, адамдар ғана барады деп. Ал нормальный елдерде нормальный адамдар психологқа 3 рет барады жылына. Мен нормальнымын ба, ауытқып кеткен жоқпын ба деген сияқты. Ал бізде ол әлі сәнге келген жоқ. Мен қыздарға айтушы едім, обязательно келіп жолығыңыздар, өздеріңізбен өздеріңіз танысыңыздар, өздеріңіздің қыр-сырларыңызды біліңіздер, дамыңыздар. Мен жасым 43-те болсам да әлі даму үстіндемін, даму жолындамын. Сәттілік бәріңізге. Құралай ханымға үлкен рахмет.